Қазақ даласының кіндігі, Сарыарқаның Көкшетау, Баянауыл, Қарқаралы секілді биік те көркем тоғандарының бірі. Ұлытау қазақ халқының талай ғасырына куә болған діңгегі. Ұлытау көркемде көгілдір мұнарланып, алыстан көз тартқан, көңіл тойдырған әсем де сұлу өлке. Тарихта едіге биде ханда болып көрініп, оны ел қамын жеген едіге деп атаған. Едіге Ақ Орданың намысын жыртса, Тоқтамыс Алтын Орданы сақтап қалғысы келген. Едіге мен Тоқтамыс бірде тату дос, біресе араз болады. Өйткені үнемі билікке таласа берген. Сондай таластарда едіге жағы басын түсіп отырған. Оған Тоқтамыс намыстанған. Сөйтіп, қол жинап едігеге қарсы шыққанда, едігенің қолынан өлген. Тірлігінде жіберген бір қателігін ойладым екен. Жер бетіне сыймасақ, жер астында жолғармыз деп, едіге, мен өлгенде өзімнің ақ боз атымның беліне денемді байлап, өңгеріп жіберіңдер. Сол ат қай жерге тоқтаса, мені сол жерге жерлеңдір депті. Сонда ақ боз ат тұлпары Тоқтамыстың оң жағынан тау басына шығып тоқтаған екен дейді, аңыз әңгімелерде. Қазақ атауының басын қосып, бірліктің туын тіккен Ұлытау өңірінің арғы тарихы, шертсең шешіле жөнелетін өз алдына бір шежіре дастан. Сондықтан халқымыз оны ғасырлар бойы құрмет тұтып, қадірлеп келеді. Иә, мен қазақпын деген кез келген азаматқа Ұлытаудың тасына табан тіреп тұрып, тебіренбей сөйлеу мүмкін емес. Егерде сіздер тамашалайтын тастарға тіл бітсе, өздері ақ талай тарихты тірілтер еді. Біз өз білетіндерімізді, ежелгі тарих беттеріндегі кейбір деректерді ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп, ғасырдан ғасырға жеткізу өз міндетімізді есептейміз. Тастан қаланған аса берік ескерткіш Домбауыл мазары. Ол кейбір жобаларға қарағанда қазақ даласына мұсылман діні келмей тұрған кезде бой көтерген тәрізді. Тарихта бірнеше домбауыл бар. Дәл қайсысы екені белгісіз. Дегенмен де өз ортасына сыйлы, беделді кісі болғаны байқалады.
Ерден өз заманында батыр ер болған жігіт. Осы арада жерді беруін Құдай берді, бөлігін ерден бөлді деген ұғым бар. Мынадай бір аңыз бар. Осы жерде Қоқан руынан Құдайменде деген кісінің Қараменде деген баласы болған. Ол да осы жердің тәртібі бойынша ерденге сәлем беруге көп келеді екен. Бірде Қараменде келіпті. Сонда ерденнің көзі Қараменденің ер тоқымына түсіп, «Сенің әкең Құдайменде мен менің әкем Сандыбай дос еді. Екеуміз де солардың достығын жалғастырайық. Ер тоқым айырбастайық» дейді. Сонда Қараменде көнбейді. Үйіне келіп, болған оқиғаны әкесіне айтады. Сонда әкесі Құдайменде, «Алла бәтшағар, аузыңнан қара қан ақсын Қараменде. Саған Құдай ерденнің ер тоқымына отырыпты деген атақты бұйыртпаған екен» деп қатты налыпты. Мың 930 жылдары Малшыбай селосының бір тұрғыны ерденнің қабырының сыртын бұзып, кірпішінен үй салыпты. Сол қызыл кірпіштен әсемделіп салынған үйде аяқ асты өрт шығып, 16 жасар бой жетіп отырған қыз жанып кетіпті. Ерден аруағы жібермеген көрінеді.